Сәлеметсің бе, Әли? Бүгін біз сенімен көктем айларымен танысамыз. Тақырыпты бастамас бұрын, өткен тақырыпты есімізге түсіріп алайық. Өткенде біз сенімен қыс айларымен танысқан болатынбыз. Мұқият менің артынан қайталап. Желтоқсан, қаңтар, ақпан бұл қыс айлары. Бүгін біз сенімен көктем айларымен танысатын боламыз. Тақырыппен таныспас бұрын тілдік жаттығу жасап алайық. Сен менің артымнан қайталап отыр. Тем, 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 келді көктем. Ыр, жауды жаңбыр. Ғай, 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 жарқырайды найзағай. Шек, 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 шығады бәйшешек. Ал, төлдейді мал. Жақсы. Енді көктем айлары туралы мәтінді мұқият тыңда және есіңе сақтауға тырыс. Кейін мазмұнын айтып көресің. Көктем айлары. Көктем мезгілінде 3 ай бар. Олар наурыз, сәуір, мамыр. Көктем мезгілі басқа мезгілдерден өзгеше болып келеді. Көктем мезгілінде табиғат толығымен оянады. Көктемде құстар өлкемізге ұшып келеді. Айналаға шөп өсіп, жердің беті жасыл кілемге айналады. Айналаны қызыл жауқазын гүлдердің иісі бүркеп алады. Жақсы, енді көктем айларын тағы да бір рет қайталайық. Наурыз, сәуір, мамыр. Енді орысшасын көрейік. Май, март, апрель, май. Март, ол наурыз, апрель, сәуір, май, мамыр. Бұл көктем айлары. Тағы да бір рет қайталайық. Наурыз, сәуір, мамыр. Енді тапсырма. Жаңағы мен оқыған мәтінді қайталап тыңда, мазмұнын айтып көр. Көктем айларын қайталап айт, жаттап ал. Дәптеріңе көктем айларын көшіріп жаз. Яғни наурыз, сәуір, мамыр деп дәптеріңе әдемілеп тұрып жазасын. Көктем мезгілінің суретін салып көр. Жақсы, Әли, келесі сабақта біз сенімен жаз айларымен танысатын боламыз. Келесі кездескенше сау бола ғой.